қалайсың да? В общем, мен ұйқыдан тұрдым, беті-қолды жудым. Сөйтіп қалаға шықтым, кішкене түрді реттеу керек болып тұр. Түр кішкене шаш майланып, бір әдемі бір шаш алатын жер керек болып тұр енді. Кішкене жуып, укладкасын жасап. Дала көктем. Қарашы, көрсетші. Қар жоқ қой, ойлаңдаршы. 13 январь. Люк ашық. Пожалуйста, рубашкамен отыр. Еще ыстық дала, күн жарқырап тұр. Шырайлы Шымкент деген осы ма сонда? Ой. Ар жаққа не істейміз? Бір айға көшеміз ба? Не істейміз? Түрді реттеп алайық, сосын шығамыз ғой. Мен туған інім Еркін. Дәуржан. Түркістанда тұрады. Мен үйдегі жалғыз інім осы жақта. Қалған бәріміз Алматыдамыз негізі. Осындай енді караван-сарайға қалай соқпай кетпейсің? Қандай екен? Өте керемет. Әсіп қайда? Әсіп жеп едік па? Қолыстан Шымкентте. Әсіп жеу үшін ерте келу керек еді ғой. Бұл жақта салқын қазір. Өйткені мына жақта кеме жүретін суы бар. Соның барлығы салқын болып тұрады. Салқын. Кадрдың сыртында жүретін жандар осылай жүгіреді. Әркім өз машинасына. Достар, біз Рейсістің Казахиша деген ресторанына келдік. Арукамен последний раз біз Арудың туған күнде жейміз. 2023-те. Последний раз. 23-те? 22-де. Даже 22-де. Да. Алдыңғы жылы уже прям өтіп кетіпті ғой. Последний раз. 20 болғанда бұл жақта болған жоқпыз. Қатты өзгермеген, особо. Енді кухнясы ештеңке өзгермейді ғой. Еще мен бұл жақтың күшті бір секреттарын білемін кухнясын. Баршаңызға біз Шымкентке келдік. Аэропорттың жанындағы бір гостиницада номер алып берді Арука әкемізге. Енді келіп орналасып жатырмыз. Енді айта алмаймын. Бастан аяқ қараңыздаршы, даже суши пиццамызға дейін алып беріп, Шымкенттің жігіттері, қыздары риза болдым барлығымыздың қонақжайлықтарыңызға. Енді бізде таңертең рейс болғандықтан көп жерлерге барып, кейбір жұмыстарымызды бітіре алмай да қалдық. Енді қайырлысы көреміз, даже рейсқа кешіп қалмайық деп, жаңа аэропорттың жанынан алып жатырық қой. Шымкенттіктер оңтүстік сияқты любим. Рахмет. Рейсқа кешкенбіз деп ойласам, оказывается, новый аэропортта екен. Именно біздің рейс. Вообще кешіккен, шүкір. И рейс 20 минутқа ма, 30 минутқа ма кешікті. Сонымен бәрі идеально болды. Шүкір. Жеттік Алматыға. Енді жұмыстарымызбен кетеміз. Солай ма?